Иә, сұрай бер. Жуырда зікірде бір ақпарат келбеді. Қазір осындай бір не жасаса, дайындалып жүргендер, қамшыға келе алмай жатқандар, келіп бір аталардан өтіп, бір қамшыдан өтіп, сондай бір не жағдай жасаса дегенді қозғап едік. Енді халық жауап беріп жатыр, жақсы болар еді деген сияқты. Сіздің ойыңыз соған қандай жауап? Бұл жерде мынандай болып жатыр да, кезінде ата жол басталған кезде барлығын есік ашып қойды. Біздерге алдасаң да арбасаң да әкел дейтін да. Әкел қалайда зираттан өткіз, қалайда әйтеуір мұны түсіндіріңдер деп. Сөйте кейіннен барды да енді талап қойыла бастады. Бірақ енді ана үйреніп, бәрін енді аурудың әдет жаман дейді ғой. Ана біз үйреніп қалдық та оңайға. Аппаратта зуылдатып, секілдетіп алып қойды. Соң болды, аталардың батасын алып берді, енді сен жақсы өкедесің дейді да. Көбісі айтты сонда. Шында барып келдік, айтылды, қайда деді да. Менен келіп сұраңдар, болды да сондай. Не бір азаматтар болды ізденіп жүрген. Біз тығырыққа тірелдік деді да. Шын жаман емес деді. Жағдайымыз жақсарды деді. Бірақ әрі қарай қалай деді да. Енді әрі қарай не болады, мысалы мен өзімде білмедім да. Білмеймін ғой шынымен. Әрі қалай болатынын сөйткені өйткені ондай тәжірибе болған жоқ та. Енді солай сосын біз енді кішкентай топ бөлініп қалдық та, біз өзіміз жетелендік. Үнемі бізді Алла тағала әйтеуір осы уақименен мені осы көрсетіп отыр. Солай жетіліп, талай адам кетті, талай менің де бір қаталдығым болған шығар, осалдығым да болған шығар. Бірақ сол енді ол қателіксізмей сонан үйрендік. Ең соңында келіп, ал соңынан келіп тірелген кезден тарап кетті ғой. Қайттан келіп, сонан нөлден осы Астанадан бастауы тура келді. Астанадан бастауы келіп, сонымен ана бұрынғы қателіктерім бар. Енді сол қателіктерді қайталатпауға тырысып, бұғаннан кейін осындай дәрежеге жеттік. Бірақ қайталанып жатыр, бірақ көрініп жатыр. Бірақ ол көп зияны болмағаннан кейін мен көп жағдайда осын оған онша неғып жүрген жоқпын. Ана біз енді азбыз ғой, бір-біріміз құдалай бермейік деген мақсатпен. Бірақ айналып келген кезде қазіргі уақытта біздің арамыздың өзінде қателіктер көп бір. Өзіміз араласып жатырмыз. Сол қателіктердің бірі кешегі осы отқан мына Мұратхан, Айболат, мына Нұрмағамбеттердің отқан сол қателіктерден туындап отыр. Осы мен жіберген қателіктерімнен. Егер де дәл осындай не болған кезде мен шарт қойым керек еді да, болды. Мысалы Нұрмағамбет канал өз жерден келіп намаз үйренді ғой. Өз жерден кейін намаз, өз жерде жүріп деғыл, мен қанша 7-8 ай тамағы дейін істеп бердім. Ол не үшін? Ол мен ұқсат бердім, Қытайдан келді ғой. Енді басқа кім бар? Бұлар шынымен бала дегенде осында келді. Бұл да Алланың аманаты ғой деп. Сөйтіп жүрді да, енді екеуі бірінен бір кім қанипа қалай дегенмен де әйел адам ғой, ол тез не қылды, жаңарды, ол тез жалғанды. Енді осыдан сол жаңылғаннан кейін, енді қанипа арқылы айтуы тазарды деп мен неге жіберіп, Арыстан бау ордасына ешкім тиме деп, ол кезде айтылды, қуып жібереміз деген әңгімелер болды. Осының бәрі болды, оны қаншама шағымдар түсіп атты. Біз ана Исаны жаң кіре алмаймыз деп, сосын онда Айнұр жіберіп, сен ордан ауыстыр ана жаққа. Сол жақтан алыңдар деп. Сөйтіп бар, ордан оған Мұратхан жіберіп, сол кезде сөйтсем, Мұратхан екеуін мен жалғаппын онда. Мұратхан, сен барып сол жерде көмектес деп. Жамбыл оны бірдеме сезді, қашып кетті Жамбыл. Тастады да. Сонан кейін бар көлеңкелер жалғанып кеткен ғой. Сосын енді қарасам, Мұратханға да мен мүмкіндік бердім, қойш деп, ана тезірек қамшы ұстасын, әйтеуір еркек қой, ізденіп жатыр, білім бар, алып кетер дегенмен, сөйтіп Гүлзия оны 7-8 ай бақты ғой Гүлзия. Сөйтіп ол қайта ол Гүлзияға көлеңкелер жалғанып кетті. Сол Гүлзияның өзіне де бұна кейін шегінуге сол Мұратхан көмектесті. Міне осының бәрі мен, осылардың бәрі мен қателіктерім, оның бәрінен тиым салып тастауға болатын еді да. Әуел мынаны істе, мынаны орында, солай келесің деп шарт қойып. Міне осыдан барып, біз көп мына қайта-қайта Ержанды қайта-қайта осындай болғанның өзі. Айсұлуға да ұлсат беріп әйтеуір алып кетер, айып кете болар деген. Болмаса қамшыдан өтпей оған жолы болмайтын еді да. Енді қазір осы жағдай қайталануға жан-жақтан не қылады да. Мен енді не қылдым, бара салсам бола ма деген. Ол жоқ. Егерде шынымен қазір айтқанда өздерің бастарыңа түйетін жағдай, ертең бәрі ел билікте бәрі де мойындайды. Бірақ осы қателіктен біз бәрі талайын таяқ жейміз. Себебі сен ол үйінен меңгермеген адам,
намазды үйінен меңгермеген адам, сол өзінің отбасында тұрған жерінде жүріп, соның қарама қарсылық қайшылық меңгермеген адам, түбі айналып келгенде, сенің қасынан таза жерге келіп, мына жерге осындай мешітке өлеп қойған бәрі онан түбінде құлайды. Түбінде ана тұрған, сол айболаттардың дәрежесіне түседі. Ана көлеңкелерден жалған кезде. Себебі онда қарсылық тектілік әлсіз болады. Тектілік болмайды. Мен осындай жағдаймен ғана сол рұқсат бердім, мен ғана тезірек сол өзі көрсін деп, Нұрмағамбет ортадан көшем дегенге мақұл деп дегенім сол еді. Мақұл көрсінші өзі деп. Бірақ ақын онан сайын төмен түсіп кетті. Тектілік болмады, жалған olmadı. Жермен жалған болғаннан кейін. Сондықтан қазіргі бұл қағида, қайта қағиданы қатаңдату керек өзімізге. Босаңдатуға болмайды, босаңдататын. Қағиданы қатаңдатсақ, қазір 10 адам ең болмағанда 5-еуі ұстап қалады. 10 адамның 5-еуі ұстап қалады. Кейін бұдан да қағиданы қатаңдатамыз. Себебі неге? Қазіргі уақытта, бұрынғы уақытта мұндай қағиданы алсаң ешкім істей алмайды да. Солай ғой. Ал қазіргі уақыттағы, мысалы, сендерің ұстап жүргендерің, анау енді келіп жатқан осындай жүргенде, яғни бата бергіштер сөйтіп жүрген, олар үшін бір қаталдық та бір. Қиын да. Мысалы, саған түк қиындық жоқ қой. Түк қиындық жоқ қазір. Ана үлгіріп атсың ғой әйтеуір. Немен түсіріп те үлгіріп атсың. Аланды зиратыңды үлгіріп атсың. Ана қол өнер онды үлгіріп атсың. Көрмеге де бар. Сенде ешқандай қиындық болып жүрген жоқ. Енді өзің қызың жарайды, ана дәретсіз жүреді, бәрі оның түбі келтіреді. Бірақ сөйтіп жүріп өзіңді аман сақтауды үйреніп атсың ғой. Солай ғой. Бәрінде де сондай, көбісінде сондай отыр ғой. Ондай жағдай бәрінің басында сол керек мінекей. Солай өту керек дезден. Маған дайын қылып, мен керек жоқ, бәрін сендердің қасарында мен таза тамақ жеп, осындай керемет болып қаламын деген. Сол енді соның бірі бірден ол енді мына Қытайдан кімдер келетін болса, екінші мен жаңағы жеңілдік бергенім, ол бұрыл. Қырғыздың әруақтары келіп тұр ғой, әйтеуір қаншама енді ол Қырғызстанды көтеру керек қой. Бір мемлекет қой өзінше. Және ол тілі бөлек бізден. Сосын бұрылған мен сондай рұқсат бергенім, өзім сыртынан бағып әйтеуір жұрт түртіп тұрып, соның өзінде қанша рет кетіп қалғысы келді. Әйтеуір ана аян берді, тоқтатты, әкесінен аянбады, болмайды осындай. Бірақ енді оның бәрін меңгеріп келу керек оны. Енді қазір арамызда жүрген көбісі сәйкес келмейді, маңдай көзіне жалғанбағандар ақыл айтып жүр да. Сен жұртқа ақыл айтатын болсаң, сен өзің әуел қабыр ала бер мінекей. Міне осынан бол. Кімнің қазір мұратқанды біз көтеріп қол, ол осы жерде жалғанды маңдай көзі арқылы жоқ. Ол түс жөрден де қате жібере бастады. Мен байқадым, бірақ үндеген жоқпын, еркек қой, алып шығар дедім. Ақырында үн-түнсіз қалды, мына бірінші адам бейтараптыққа түседі да. Сен тимесең, мен тимейді. Міне ол білгіштік сол. Себебі мен білем, аналарды дұрыс емес деген болады да, өзінен қашып дауыстағысы келеді мінекей. Ол міне бірінші сол қақпанға түскен сол. Сонан кейін барып түртет бір уақыттарда бұрқ етіп білгіштік шығады. Міне қазір сондай болды. Сондай мен ана кімді әйтеуір басым бастады ғой осының деп Айболатқа мен соның өзінде ең соңында үйдің өзін сасып кетеді, есіктің алдынан түсіріп, есіктің алдынан қайтарып жібердім да. Қанша айттым, сен тазаруың керек, болмайды. Қамшыны жұртпен бірге жүр деп. Істеген жоқ қой. Онан бәрі таяқ жедік қал. Бұны құлатпай, мен Айболат ертерек тиім салма болатын еді. Түсірмесең қой, мен өзім ақ түсіремін деп. Оны да жасап көрдім. Нұрмағамбетті баяғыда сөйтіп тиім салып болатын еді. Тіпті мынандай жағдайға жеткізбейді, егер шынымен ерегіскенде мен оның есін білем ғой, баяғыда мен сотпен ажыратып жіберіледі, мен ажыратқан жоқпын ғой. Әлі ажыратқан жоқ міне. Бірақ соның өзінде енді қарасайсыз, ата жолы секта бұлардың бәрі деп бүкіл арандатып, қарақасының қанша адамдар арандатып, ертең олардың бәрі жауабын алады ғой. Келіп тұр ғой. Қазірдің өзін алатқанша көбісі жауабын. Ол Құдайдың бұл несімен ойнауға болмайды ғой, ойыншық емес. Ойнаса араптан негендер ойнай берсін өздері. Артынан өз түбі көреді. Себебі олардың бұрынғы сондай нәсілдер, бұрында сөйткендер болды. Бұрында опасыздық жасаған бұрын ұлтқа. Сол нәсілдер қайттан оянып келіп тұрған. Сондықтан қазір жағдайда біз қағиданы қайта соны тазарып қайттан қатайту керек. Енді кіруге болмайды арамызға. Мына Қанипа мен Нұрмағамбет деген осы басы көп болған шығар, соңы осы міне болды. Қазір үніп кетті ма, мен қазір қалайда Қанипаны түсірмей, ол уәде берілді ма? Енді мен Нұрмағамбеттің ол әзір әйтеуір балалы болсын, мен жаманшылық ойлап жүрген жоқпын. Бірақ қазір жағдайда
мінекей енді біреуінің аяғы ілініп тұр ғой сол. Қалай да Қанипа соған ілінсін, сол кезде мен жұрттың алдында жариялаймын. Біз сол үшін күресіп жатырмыз да. Сол үшін айтқан сөздерге шығып жатыр мейлі. Себебі қазір екеуін қосқаннан ештеңе өзгермейді, ауа райы өзгермейді. Онан тек түзеліп кетпейді. Онан екеуі бақытты болып кетпейді. Қайттан ауырады, оның өліп кетуі де мүмкін да. Үкім ба, біреу өліп кетуі мүмкін. Я Қанипа кетеді, я Нұрмағамбет кетеді. Себебі ана Нұрлың бәрін ұрлатпайды енді. Ауылдың басында сондай болды ғой. Енді кейін шегіну қауіпті. Осыны түсініп жатқан жоқ. Кейін шегіну енді қауіпті бұрын жағдай емес. Соны кейін шегіндіргісіп, өлтіргісі кеп істеп жатқандар ғой. Қосу керек деп. Ай ол нұр алып қойды, ақпараттың бәрін жарып қойды. Енді оны Құдай оны ұрлатпайды енді оның бар. Көрдің бе бұның айтқанын? Сондықтан қазір жағдайда егер Қанипа өмірге ұрпақ алып келетін болса, онан кім зиян көреді? Ол қазақтың бағы емес па? Ол қандай намат ұрпақ келетін болса, сонан не қазақ зиян көре ме? Сонан туған туысқандары зиян көре ме? Ол несібесімен қоса келеді ол бала. Ол ғұлама болып келе ме? Ол батыр болып келе ме? Әйтеуір біреу қайталанады бұрынғы. Міне қазір сендердің араларың бәрінде де сонда тұр. Сондай жағдай өмірге ұрпақ алып келіп ол Бағиланың басында да тұр. Бірақ соны алға жылы деп ұрыссам, бұл да қасып шыға келеді да бірден. Сосын мен үндемеймін, жарайды, қойшы құдай бермейін деп. Айтпесем, ол менің жыным, ол бәрің жынынан да басым ол. Оны жеңу мүмкін емес. Айнұрда кезінде айтты ғой, қалай мүмкін емес деп. Мен өзгерем ба деді. Өзгересің дедім. 360-қа өзгересің деп. Уәде берген тұғымда. Қазір көр енді, қазір шошып кетеді, қазір көрген ай. Бұрынғы айылым, басқа айылым міне. Адам өзгереді. Соны абай айтам, кім мінез өзгермеді терін кесерем деген. Мінезді өзгерту болады. Ол орын мінез деген. Орын таппай баптанба деген. Міне орын тапты ма, орын сөйле, орын не, сен сол орынды табуың керек. Орын тапсаң сенің мінезің керек. Өз орныңды білуің керек. Бірақ солар көбісі мына білгіштікпен өз орнынан шығып кетті. Әркім өзінің орнын білу керек. Өз орныңды бағалай біл. Асыра бағалама. Соны қалай бағалауды? Алланың елшісі айтып кеткен. Сен дейді бір биікке, жақсылыққа жетсең, өзіңнен жоғарыға қара деген да. Өзің сенен де жоғары бар екен, көр деп, соны тан деген. Сен төменге түссең қиналсаң деген, сен өзіңнен де төмен бар екен қара деген да. Солай сен өзіңді орның тап міне. Орын деген сол. Біз қазір ойлаймыз, мен бәрінен артықпын деп та. Енді қазір айтып отыр ғой, ана Мұратқа мен деген түп сана дейді, табыр деме деген сөздерді психологиядан теріп алған, мен сөйтіп отырмын, мен енді арыстаным деп өзінше деп жатыр да. Соны мен қай отырсам Мұратқан дегеннен миым қасында мұрын боқ, ондан бірінде істеген жоқ та. Көрсін, жындармен төбелесіп көрсін, қаншаның қамсынап көрсін, мына жесірдің көзің жасын жүріп көрсін, осылардың бәрін өтсін да еркек болып қуат болсын, сонда айтар едім да. Сен кешір мен сен деп. Айболатты, Нұрмағамбетті бір қалын түзеген жоқ қазақтың енді бәрі өздерінше керемет болып отыр да. Ана отырған қатындар да оны айдап салып отқандар. Кімнің қалын түзеді? Өзінің қауым түзелмей жүргендер енді келіп өздерінше біліш болып отыр. Ол өз басы үшін емес. Әркім қазір жағдайда кейін ол талап күшейе береді. Мен Айнұрдың өзінде де талап қойдым. Мен үшін өмір сүрме деп. Мен үшін өмір сүрме. Сен не үшін? Сол болашағың үшін өмір сүр. Болашағың үшін, халық үшін өмір сүр. Халыққа не бердім деп. Не бере алдым деп. Ол сол сұраныс келеді. Енді ол келесі этап келе жатыр оған. Сен халыққа не бердім мен? Осы шынымен мен ізінде не қалдырым дейтін сондай ойым болмайтын болса, сол мақсатың болмаса, құрашын, жақсы тұрмыссын, байға қызың, оның бәрі ол дұрыс, бірақ ол біздің деңгейімізге келмейді. Бұл қазір осы соғыстың жауын. Біз әлемге қуат қосуымыз керек. Біз қазақ үшін өмір сүру үшін, қазағымызға не қалдырысын біз қазақты әлемге танытуымыз керек та. Ол өзіміздің ішінде таныса таныр, біз қазақтың қандай екенін әлемге танытуымыз керек. Ол үшін әлі өзіңді күзейтін нәрселерім көп. Мен өзімді өзім түзе алмай жүрмін да. Себебі қарап отырсам, мен озып, кәдімгі керемет болса, соған қарап менде бейімделер едім да. Мына осы жақсы ғой деп. Мынаны мен де жасайыншы деген сияқты. Жоқ қой ондай. Сосын білем әрине өзім қатемді. Бірақ оны түзегенмен сендерге пайда жоқ онан. Қайта менің анда-санда осындай қырсығып сендерді қалайды түртіп отырған сол пайдалы. Әйтсін демей-ақ қою болады. Ол керемет әулие болып кәдімгі ой, пірзе. Тек қана жақсы сөздерді айтқан үшін ондай мүмкін емес. Мен үнемі сендердің қателіктеріңді
үнемі аңдып отырмасам тағы болмайды. Себебі сендер оны өздерің көрмейсіңдер. Көруге ерінесіңдер. Сосын міндетті түрде айтып отырамын. Сондықтан жаңағы бұл тақырыпты қайта әркім өзін не керек. Мен ол ғана қазір әуел өздерің мен лайықпын ба деген сұрақ қою керек өзіме. Мен лайықпын ба? Қазір осы Құдайдың берген осы нәрсесіне, сол Аманбай бар, Қонысбай бар, өзі Құдай саған денсаушылық беріп қойды, Құдай саған өзі халықтың алдында осындай қойды, саған соған лайықсың ба, соны сұрақты қою керек та міне. Өзіне қою керек. Мен осы сұрақты өзіме қоямын да. Қоямын, мен шынымен мен лайық емес екенін түсінемін да. Бірақ менен басқа ешкім болмағаннан кейін сосын кәрамат болып жүрген. Лайық емеспін, ол қалай мен лайық емеспін? Мен ана сол Абаймен, Шәкәрмен, Яссауи, Мәшкүр солармен салыстырамын өзімді. Өзім солармен салыстырамын да. Олардың өткен қиындығымен салыстырамын да, сол замандағы. Бізде қазір бәрі бар ғой. Тіптен әжетханаға шықпайсың да, үйден шашын айналып келгенде. Бәрі дайын күткен. Дүкенде тұр. Ешкім қазір қаны сол қой сауып, мал не қылып, қазір қараса бәрі дайын. Әкеле салады. Бірақ соның өзіне де біз ана басқасы істеуге ерінеміз. Ол заманда болған жоқ қой. Бәрі қол еңбегі болды ғой. Дұрыс, енді бұл заманда уақыт қысқа, үлгере алмайсың, талабы бөлек шығар. Бірақ енді сол сонда да өзің кемшілігін түсіну керек та. Жоқ, мен осы керемет болдым, мен осымен деп, әлі ешқандай өнерді меңгермеген, құраши отқан солардың өздеріне білгіштеніп отқандарға, үйнені көтінен түрте алмайтын қатындар. Я болмаса бір шамал бір демесе, соны мәз қылып, мен жұрттың бәрі мені осы соңыма еріп кетті. Осылардың бәрі қазір білдіріп отқан. Бес саусағынан әр түрлі меңгеру керек. Әр түрлі, қасиетті әр түрлі. Осыған енді мына орданың жұмысы деген ордалар көбейеді ғой. Бізден үйреніп жатыр. Біз міндетті түрде ол біздерге келу емес. Қазіргі мен үміттеніп отырған осы мейлі жазар, жазбасын, бірақ мына еркектердің арасында өздері ізденіп жатқаны бар. Мен соларға бұл айтамын да. Сезем әйтеуір шынымен ізденіп жатқандар. Сондай әйелдер бар сол. Мен осыны меңгерсем деп. Олар жаңа артық сұрақ қойып жатқан жоқ, жазбайды да. Олар сол әр айтқан сол оқып, ізденіп, өздері түзеп жатыр да. Солардың ішінен шығады. Халық деген қазына ғой. Шығады ертең сол. Солардың аралары шығады. Небір білімділер бар ғой түзеп жатқан. Оқиды, түсініп жатыр, ізденіп жатыр, өзін дұрыстап жатыр. Міне солай болу керек та. Мен өзім солай іздендім. Мен жаңағы барып, ана біреу айтса екен дегенде, мен сұрақ көрдім, мен тіптен имамға барып, мешітке барып сұрақ қоятын, мына осы Құранда бар ма деп. Бар дейді, қай жерден алдың деймін да Құранды. Сосын айтпа деймін, керек жоқ. Қандай? Қана халифалтай аудармасында бар ма деп. Бар дейді, болды. Сосын ақтар бәрін оқып шығам да, сөйтіп барып қайттан алдына барады. Өтірік, жоқ деймін да. Өтірік деп айту, жалған деп айту керек, бірақ енді жоқ деймін ол. Жоқ, бар дейді. Мен аят нөмірін айт деймін да. Нөмірін білмейді, атын айтады да. Атын мен есімде сақтай алмаймын. Әнғам бір неме деп айтады да ол. Бұрын кезде сында сөйтсем, ол мына қазіргі айтып отыр ғой енді, мен қылымнан кілт алдым, мен ана ғылымды болдым деп, ана жазып айтып жатқандарым. Сен ғылымды болатын болсаң, бірінші санды меңгересің да. Абай айтқан. Мен де бір санды ойшылдың бірімін деген. Санды білмейтін еркек есепті білмейтін. Ол ғылымға жалған. Енді сен ғылымды болатын болсаң, есептен хижрат айды. Бәрі қазір аузын ашып маған қарап отыр да. Сен айды есепте көр. Соң жұлдызды қара, жұлдыз есепте. Тәңірлік қой осы өзіміздің. Сен сол тәңірлік, сол бұрынғы меңгермей, сен ғылымға жалған алмайсың. Мен бірінші айды есептеуден бастадым. Айды көрсетті маған. 4 рет, 5 рет. Қаншама көрдім. Айдың хикметіне сөйтіп барып жұлдызға, қазір енді жұлдызға бұрынғы заманда болған шығар, қазір енді жұлдызды есептеу мүмкін емес, өйткені бір күн бар, бір күн 10 күн жоқ, жұлдыз көре алмайсың да. Үнемі түнеретте тұрады. Бұрынғы заманда бұндай аспан ашық болды. Біздің бала кезімізде масахана дейді да, ана дәкеден тігеді ғой. Андай ақтықтан тіккен болса көрінбейді, дәкеден тіккен көзі аспанның бәрі жұлдыз, күнде жұлдыз санап жататын еді да. Анау менің жұлдызым, мынау жұлдыз қозғалды, кеше жұлдыз былай өтіп кетті деп жататын да. Сонда бала кезімде шында жазда жұлдыз көріп шығатын еді да. Кейде жаңбыр жауып не қанда болмаса, үнемі аспан ашық жұлдыз болатындығын. Қазір заманда жоқ, үнемі түнеретте тұр, я жұлдыз көре алмайсың.
Анда санда қуанып кетесің, бір ашылып жұлдыз көрген кезде. А біздің бала кезімізде жұлдыз болды сонда. Жұлдыз көп болды шынымен. Армандайтын ек, анау менің жұлдызым деп тауып алатын ек өзіміздің жұлдызымызды. Белгілеп қойды мен, анау дүниеден кейін белгілеп қойғаным деп. Сондай болған ғой. Сондықтан қазір осы жағдайды меңгеру керек. Санды меңгермейді. Саннан бір шығармай, құрашым мен ғылымды алып, бәрі мен Құранды меңгердім деген, ол еркек. Әйелдерге, ол еркектер үшін. Әйелдерге ол қиын, сендерге ол санды меңгеру, ол кітабы ол тылсыммен байланысты. Себебі ол еркектерді әйелдерін артық қылып жараттым дегеннің өзінде де мәселе сондай тұр, ол тереңде. Сондықтан ол қазір әйелдерге сен санды меңгер деп талап қоймаймыз, ол енді тегінде барлар мүмкін, ол бірақ ол терең, әйелдер ол санды меңгеру мүмкін емес, ол еркектерге берілген. Осы жағында ескеріңдер. Қазір біз сол кеше осыны мен тағы да айтып кеттім, кеше бүгінгі деген шықты ғой, әрқайсының хикметі. Қарап отырыңдар, кім мәсінің хикметінен өтсін, азанның хикметінен өтсін еркектер, әйелдердің өзінен сендер киімінде хикметін өтіп жатсыңдар ғой, соны талап өту керек. Сол хикметтерден өтіп, сол хикметті сезінбей, мен бірдей болып кетемін деген ол болмайды. Міне осыдан сұраймыз қазір. Осыған келдік. Сосын міндетті түрде маңдай көзден хабар. Ол маңдай көз хабар, ол жылтың етіп, орда келгенде ол да керек, енді бір не батқан. Ал бірақ ана үйіңнен ал. Міне, үйіңнен ал көрсет дәлелде. Сен үйің болсын, мешіт болсын өзіңнің. Үйіңне сол хабарлатын әруақ кіретін болсын. Осында талап ету керек. Сол, ал енді қамшыға келем деген арасында бар ғой, сөйтіп жалғанып атқанда міндетті түрде киімін өттін, хикметін өттін, намазы дұрыс болсын, содан кейін қамшыға келе берсін. Оған ешқандай не жоқ. Құр мен сендерге мен қамшыны өтіп алайын, сосын ананы түзеймін деген ол болмайды. Сосын мен енді сендердің араларыңа кіріп жүрсем, мен тазарып кетем, жақсарып кетем деген ол болмайды. Осы нені қатаң осы қағидадан сақтау керек. Бата да сол. Кез келгендерді алып бата беру деген ол тағы болмай, өздері кіріп қоясыңдар. Қазіргі жағдайда ол бата дейтін ең үлкен бата әрқайсының өзінің сол әке-шешесімен түс көріп, аянменен көріп кездесуі. Мына Талғат бұрын ол жалғанды, енді Ферузамен екеуін жетелетті, енді өзі олар алғаш келгенде мүмкіндік берді ғой, бірақ кейіннен жоғалтып алды. Сонда Мұса пайғамбарға кездестім дейді Талғат еді. Сонда ұлық пайғамбар, сізге қандай кездескеніміз қандай мынау, мен үшін бақыт қой десем дейді. Бізді Алла тағала сендермен кездестіру үшін жаратты ғой, сендер өздерің әке-шешелерің кездесіп алыңдар деп айтты дейді. Анан айтқан кезмен жүрегің тақ-тақ қалады. Бұнау деген шында деген ғой. Сонда біз пайғамбарлармен кездесу оңай екенде әке-шешемізбен ана тозақтан жеткен олар жәннаттық қой енді қарап отырсаң. Тұрған бүгін несі келіп тұр ғой. Біздің ана әке-шешелерімізбен өмірден өткен туған туысқандарымызбен кездесу қиын екен ғой. Әне. Біз періштелермен кездесу оңай екен. Біз жәннаттықтармен кездесу оңай екен. Сосын әулиенің басына барып, әулие-әмбиелерге барып, біздің ата-бабамыздың әруағын жарылқа деп сұрайтынымыз сол екен да, міне. Біз неге сұраймыз? Әулие-әмбиелерге сұраймыз ғой. Біздің ата-бабаларымыздың жандарын жәннатта де көр деп сұраймыз ғой. Солай сұраймыз ғой. Мен соның өзі сонда тұр екен да. Сондықтан ең үлкен бата сен өзің әке-шешеңе сенің кездесу. Сен өзіңнің туған туысқандарыңа кездесу. Қазір мен інім өмірден өткен бірде-бір рет әлі кездескен жоқ. Бір рет болды я кездескен болғанша, бірақ қарындасым өмірден кетті, әлі кездескен жоқпын мен. Мен соны, демек менен әлі жетпей жатыр. Оның туған туысқандарым бар. Әкем енді бұрын жиі кездесуімді, кейіннен сосын шешеммен қазір қанша уақыт болды кездескен жоқ. Тоқтады. Есесіне мен қаншама пайғамбарлармен кездесіп жатырмын да. Онан гөрі мен пайғамбарлармен жиі кездесіп жатырмын. Келеді, оны енді пайғамбар екен, кейіннен түседі. Пәлем пайғамбар. Белгі беріп береді пайғамбар. Алланың елшісі де белгі береді маған. Енді кездесу ғой енді белгі беріп тұрған. Қабыл алдым белгін десем, жібереді. Қаншама осындай пайғамбарлар, қаншама осындай Шыңғысхан бабаға дейін осындай белгі береді. Адай атаның да белгісін алдым. Түсіп жатыр белгі. Ол кездесу ғой сол. Бірақ енді өзімнің інімнен, өзімнің туған қарындасынан белгі алған жоқ. Шешем де бұрын белгісі береді. Анда-санда болса белгі бермейтін болды.
әкем де сондай. Ол неге? Соның өзі сонда мына менің інім бар, басқа бала шағам бар, әлі сол қуаттар жетіспей жатыр деген сөз. Әлі азығы жетіспей жатыр деген сөз. Осы жағынан сондықтан осының айтынан бұның ең батаның үлкенінде, ең сенің жеткен жетінде өзің Құранда айтқан, өзің қауым түземесең, Алла сені түзеуші емес деді. Сен өзің қауымнанда оннан артық саған ұлықтық жоқ. Өзің қауым түзедің ба? Кешегі сол Ақтөбеден хабарласып жатыр. Мен әкем осындай өтіп еді. Әкемнен қанша жыл болды әкеммен кездесіп, әкеммен кездестім деп соны қуанып маған не қылып да. Бірінші рет мен әкемнің маған түсіме аян берді дейді да. Ол үлкен дәреже. Ол Алланың берген. Соны Алланың елшісі айтып кеткен. Ибрагим пайғамбар дейді. Туралы айтып кеткен мына бір байдың депті, құлы болыпты. Бір күні сол қайтыс болыпты да, өлгеннен кейін Ибрагим пайғамбардың жанына барып дейді. Сонан бір күні бай қайтыс болады. Онан кейін бай қайтыс болады да, сөйтсе ол дозаққа түсіпті. Ана дозақта жатып, көрсе Ибрагим пайғамбарға айқайлапты. О, пайғамбар, сіз мен үйіме барып айтыңызшы. Мен қиналып жатырмын. Маған сәлемдеме жіберсін деп. Сөйтсе айтты, маған баруға болмайды депті Ибрагим пайғамбар. Онда сіздің қасың анау менің құлым ғой депті. Менің құлым ғой, соны жіберіңізші депті. Жоқ депті, ол енді сенің құлың емес депті. Болды, ол сенің құлыңнан шығып кетті. Ол да бара алмайды деп. Соны Алланың елшісінің осында хадисінде тұр. Көріп тұр ғой енді. Сонда, көрдің бе, енді сонда ол өзінің үйіне кездесу, өзінің туған туысқандар кездесу ең қиыны сол да. Ең қиыны сол. Сондықтан қазіргі біздің нең маңызы сол әруақтың басын көтеру дейді. Әулие әмбие араласаң да, қайда барсаң да, олармен сен кездесіп тұрсың, белгісін алып тұрсың күнде. Бірақ солар арқылы сен ана әйтеуір істеген амалдарың, өзің әке-шешең, туған туысқандарың, жақындарың, солардың ырзалығы солардың болады. Сонда Алланың елшісі ата-ананың батасынсыз ешкім жәннатқа бола алмайды деген да. Ал ата-анамыз деген сен жеті атаның бәрі сен ата-анаң болып есептеледі. Сен жетеңе байланысты сол. Сол жеті атаның сен ризалығын алмайтын болсаң, онда сен жәннаттық болам дегенді ұмыт. Осыны түсін. Bilgen olmaydı.